Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қытай ұлттық кітапханасы. Оқу мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аударып отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Күтілетін нәтиже: Қытай ұлттық кітапханасы мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Тыңдалым мәтіні. Қытай ұлттық кітапханасын Чин әулетінің соңғы императоры Пу-И 1909 жылы қыркүйек айында құрды. Көлемі мен кітап қоры жөнінен әлемдік үштікке кіреді. Америка құрама штатының Конгресс кітапханасы мен Франция ұлттық кітапханасынан кейінгі үшінші орынды алады. Жалпы көлемі 250 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. Ал оқырмандар саны бойынша бұл әлемдегі ең үлкен кітапхана. Мұнда бір мезгілде 8 мыңдай оқырманды қабылдап, оларға 600 мыңға жоқ кітап ұсынады. 2007 жылдың соңына дейін Қытай ұлттық кітапханасында сақталған кітап қорының саны 26 миллион 310 дана. Мұнда өте көне қолжазбалардың 270 мың нұсқасы сақталса, әдеттегі көне жазбалар 1 миллион 640 мың данаға жеткен. Әлем халықтарының 115 тілінде жазылған көне кітапханалар кітапхананың жалпы қорының 50% құрайды. Кітапханада қазіргі заманға сай озық технология белсенді қолданылуда. Ұлттық кітапхана оқырмандары 10 мыңнан астам электронды кітаптың мазмұнын ұялы телефон не кабельді теледидар арқылы оқу мүмкіндіктеріне ие болып отыр. Тыңдалым мәтіннің құрылымы бойынша кестені толтырыңдар. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, түйінді ой, қорытынды, не айтылды. Енді кіріспе бөлімде Қытай ұлттық кітапханасын Чин әулетінің 1644-1911 жылғы соңғы императоры Пу-И 1909 жылы қыркүйек айында құрды. Көлемі мен кітап қоры жөнінен әлемдік үштікке кіретіні айтылады. Негізгі бөлімде 2007 жылдың соңына дейін Қытай ұлттық кітапханасында сақталған кітап қоры саны жағынан 26 миллион 310 дана. Мұнда өте көне қолжазбалардың 270 мың нұсқасы сақталса, әдеттегі көне жазбалар 1 миллион 640 мың данаға жеткен. Әлем халықтарының 115 тілде жазылған көне кітаптар кітапханалардың жалпы қорының 50% құрайды екен. Негізгі бөлімде осы мағлұматтар берілген. Түйінді ой, қорытынды. Кітапханада қазіргі заманға сай озық технология белсенді қолданылуда. Яғни кітапхананың бүгінгі күндегі маңызы, бүгінгі соңғы технологиямен жабдықталып отыруы, сол арқылы халыққа қызмет етіп отырғандығы қорытындыда айтылады екен. Тыңдалым мәтіні бойынша, мәтіннің құрылымы бойынша кестені толтырып шықтық. Жетекші сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, көлемі мен кітап қоры жөнінен әлемде нешінші орынды алады? Екінші, мұнда бір мезгілде 8 мыңдай оқырманды қабылдайды екен. Мұнан да көп қабылдай алатын кітапханалар бар ма? Үшінші, кітапханада қазіргі заманға сай озық технология белсенді қолданылады. Ал біздің елде кітапханада ше? Қосымша ақпарат. Кітапхана қорына Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың былтыр Қытай тілінде жарық көрген таңдамалы еңбектері жинағы ағылшын жазушысы әрі саясаткері Джонатан Айткеннің Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстанның құрылуы кітабы, Сұлу Қазақстан, Сұлу Қытай фотоальбомы, қазақ, орыс және ағылшын тіліндегі басқа да кітаптар табысталды. Кітапхананың шетел әдебиеті бөлімінің қызметкері Луи Мей бүгінгі таңда қазақ әдебиеті секциясында кітаптар мол екендігін айтады. Қосымша ақпаратты тыңдап алдық балалар. Енді оқылым мәтіні. 172-173 бетте бірінші тапсырма, оқылым мәтіні. Мәтінді оқыңдар. Негізгі ақпаратты анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастырыңдар. Нақтылау сұрағы:
бұл мазмұнына байланысты, нақты ақпаратқа байланысты беріледі. Кері байланыстың тапсырмасы 172-173 бет бірінші тапсырманы негізге ала отырып, Қытай кітапханасы туралы мәліметтер мен кестені толтырыңдар. Яғни, кестені толтырамыз. Бұл кестеде орналасқан орны, қанша аумақты алып тұр, жаңа мәтінде айтылды, тыңдалым мәтінде де айтылды. Жинақ көлемі, оқырмандар саны қанша, басқа тағы қосымша қандай ақпарат өздерің айта аласыңдар, жаза аласыңдар. Содан кейін веб-сайт туралы осы кестені толтырасыңдар. Бұл кері байланыстың тапсырмасы. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезет электронды почта немесе WhatsApp желісі арқылы тапсырмаларыңды жібересіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болайық.